Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз жасайтынымыз феска деп аталады. Турецкий феска. Түріктердің шапкасы, қалпағы. Енді ол жай ғана прямой болмайды, түзу болмайды. Оны қиған кезде қиғаштап әкелеміз. Енді қиғаштағанда тура болып шығу үшін мен мына схемасын сызып қойдым. Биіктігі 13 сантиметр и 10 сантиметр биіктікте. Біз қазір 10 сантиметрлігін жасаймыз. Ол үшін мына центрінен 60 размер 60 болатын шапкаге алған кезде міне центрден бастаймыз. 2 сантиметр арасы 2 сантиметр. Мына жерге дейін точкадан. Мынау центр болады. Центрді қойып. Осыдан ары қарай 2 сантиметр, 4 сантиметр, 4 сантиметр, 4 сантиметр өстіп белгілеп аламыз. Одан кезде үш қап байқамай қалыппын. Қайтадан көрсетіп жіберейін. Мынау турецкий фесканың мына қалпағының овалын қалай шығарамыз, соны көрсеттім. Мен жаңа самый главный ең центрінде 2 сантиметр, центрінен 2 сантиметр алып, ол ровно кетеді. Одан кейінгілері ақырындап 4 сантиметрден бөліп тастадым. Сол бойынша мына жазықтықтан биіктігін кішкене көтеріле береді. Бірінші 4 сантиметрде 2 миллиметр. Екінші 4 сантиметрде уже биіктігі 6 миллиметр. Одан кейін 1 сантиметр, 2 миллиметр. Мына жерде 2 сантиметр, мына жерде 3 сантиметр, 1 миллиметр. Мына жерде 4 сантиметр, 4,5 сантиметр. Мына жерде 6 сантиметр болады екен. Одан кейін осыны биіктігін табу үшін мынаны бүйтіп өлшеп отырамыз. Каждыйның жанынан 10 сантиметр, 10 сантиметр, тура қарасаңыз 10 сантиметрден бүйтіп көтеріп отырасыз. Содан кейін о точкаға бір-біріне қосып шығасыз. Одан кейін біз мысал үшін мына жақтағы сызығын білмейміз ғой, линиясын. Оны қалай табамыз? Оны мен жаңа сразу кесіп тастадым мен. Көріп отырғандай. Оны былай табасыздар қазір. Мен фотоға түсіріп жіберейін. Міне осыны мына жерден ровно қылып бүктейміз. Бүктейміз. Бүктегеннен кейін мынаны екінші жағына бүктейміз. Сол кезде бізде ровно шығады. Ровно. Мына жерін сол бойынша кесіп алып тастаймыз. Мына центрге қаратып. Көрдіңіз бе? Екіге бүктедік. Мынаны центрін бүктедік. Одан кейін мынаны тағы да бүктедік. Сол кезде мына ең қосылатын линия сызығы шығады. Әйтпесе, может, мынандай болып кету, может, былай тұру, может, прямо тұру мүмкін. Сондықтан сол ровно шығу үшін осылай бүктейсіздер. Сонда линия тура болып шығады. Енді мынаны екінші жағына тура қазір көшіріп аламыз. Сонымен бізде фескіміз дайын болады. Төбесін уже бір-біріне біріктіріп, қанша сантиметр, шапкалеріңіз қанша сантиметр, соған байланысты. Бірақ бізде мына фескада төбе жағы уже кішірейіп отырады. Бұлай өлшесеңіздер болады. Мысалы үшін 60 сантиметрдің шапкасы, қалпағы. Енді оныкі бізде 26-да 5. 26-да 5 екен. Мына жерде 26-да 5. 26-5-ді көбейтеміз 2-ге. Сонда бізде 52-53 болады. Бізде мына жақта 60 сантиметр, мына жақ 60 сантиметр размер. Жоғары жағы 53 сантиметр. Енді сол 53-ді біз төбесін табу үшін мен постоянно айтам, диаметр қалай деп. 53 сантиметр дедік қой, соны 3,14-ге бөлеміз. Сонда 16,8 шығады екен. Енді 16,8 бізге радиусын табу үшін кругтың радиусын 16,8-ді бөлеміз 2-ге. Сонда бізде 8,4 сантиметр шығады. Осы біздің төбеміздің радиусы. Өздеріңіз көргендей, енді радиусы 8,4 сантиметр. Енді 60 сантиметрлік 60-шы размер бас киімді жасап шығамыз қазір. Болды.
Мынаның ішін бәрін енді жабыстырып шығамыз. Міне радиусы 8-4 сантиметр фискамыздың төбесі. Фискамыздың төбесі. Астынан қарағанда өстіп кесіп дайындап қоямыз. Соны қазір жабыстырып шығамыз. Міне дайын болды. Ортасын тесіп қоюымыз керек. Кейін шашағын салуымыз. Вот. Екеуі де дайын тұр. Іштерінің бәрі осылай. Сонда 19 сантиметр болады екен. Даже 18 қылсақ та болады. Біріктіріп тіктік. Tapınlar. Osunu götür. Hamsi. Любой.